Қайырлы күн баршаңызға. Миса жарық мектебі. Менің есімім Миса Бала. Бүгін сіздермен раундап 1 бикинер 6 және 10 юнит аралығындағы тесттерді бірге талқылаймыз. Бірінші сұрақ. Write your name in English. Name дегеніміз бізде адамның есімі, иә? Бұл жерге өздеріңіздің есімдеріңізді жазып өтесіздер. Write your surname. Surname дегеніміз бізде адамның тегі, яғни фамилияларыңызды осы жерге жазып өтесіздер. Үшіншісі, your teacher's name. Teacher деген мұғалім, ал teachers мұғалімнің аты. Өздеріңізге сабақ беретін мұғалімнің есімі осы жерге жазасыздар. Окей? Continue. Төртінші сұрақтан бастаймыз. Төртінші сұрақты біз бірінші берілген сұрақты оқып алуымыз керек. There 2 pens and 3 notebooks. Яғни бұл жерде pens, notebooks көпше болып тұр. Демек, бізде көпшеде не қолданылатын еді? Эмизардың ішінде әрине are. Демек, жауабы there are болады. It деген болмайды. Өйткені бір ғана it is бір ғана сәтке айтылады. Am деген I, мен дегенде ғана қолданылады. Сол себепте жауабы are болады. Түсінікті ғой? Окей, бесінші сұраққа келейік. Бұл жерде де there is zero. Бірінші оқимыз. A chair in the garden. Chair, a chair. Chair деп тұрған жоқ, chair. Бір ғана стол деп нақтыланып тұр бұл жерде. Демек, бізде there are, those are болмайды. Өйткені бұлар тек қана көпшеге қолданылады. Ал бізге жекеше жауап керек. Демек, there is a chair in the garden деп аударылады. Түсінікті ғой, guys, окей? Алтыншы сұрақта қалайық? Алтыншы сұрақта бізде императив, яғни бұйрық беру. Don't look at her. Демек, біз бұған қарама қарсы, оған қара деген сөзді табуымыз керек. Do look after деген болмайды. Бұның мағынасы да басқаша болып кетеді. Look at it дегенге де болмайды. It деген жансыз зат болады бізде. Демек, look at her деп аударылады. Окей? Don't look at her-ның жауабы бізде екінші жауап. Look at her деп аударылады. Жетіншісі, бұл жерде have got, has got. We a big house. Яғни демек біз айтуымыз керек, бізде үлкен үй бар. Has got болмайды, he she'тке қолданылады. Got деген болмайды. We got бұл бізде грамматикалық ошибка болып саналады. Сол себепте we have got деген болады. Демек, we have got a big house. Бізде үлкен үй бар деп отырылады. Түсінікті ғой? Сегізінші сұраққа қарайық. That house big garden. Don't got деген болады ма бізде? Жоқ. Haven't got деген болады ма? Haven't деген үлкен көпшелерге қолданылады. Hasn't got дегеніміз бізде дұрыс жауап. Демек, that house hasn't got a big garden деген секілді, or big garden деген секілді. Ұмытпаймыз, guys. Окей, 9 сұраққа мән берейік. Бізде бұл жерде де have got, has got дегеніміз, яғни біреуде бір нәрсе бар, немесе haven't, hasn't got жоқ дегенді білдіреді. Сұрақ қойғанда have, has міндетті түрде алдына шығады. Енді сұрақты бір қарайық. Tim got 3 children. Яғни Тимда бізде 3 балалар бар ма деген секілді, балалар бар ма деген секілді сұрақ қоюымыз керек. Демек, have болмайды, неге? Өйткені Тим біреу ғана. Does болмайды. Демек, жауабы бізде has Tim got 3 children деп жасалынады. 10 сұраққа қарайық. That pizza. Pizza. Бұл жерде no, have that pizza деген болады ма бізде? Жоқ. Pizza деген біреу ғана, pizza бізде қазақ тіліне аударылғанда. Are that pizza деген болады ма? Болмайды. Демек, is деген жауап болады. Неге? Өйткені бұл жерде бір ғана зат болып тұр. Окей? Continue. 11. Mary. Бұл жерде қайсысын қолданамыз? Бұл жерде Mary'де бар дегенді. Өздеріңіз қарап көріңіздер. Әрине жауабы has болады. Неге? Өйткені have дегеніміз бізде көпшелерге қолданылады. I, we, you, theyға қолданылады. Is дегеніміз бізде to be. Mary is деген болмайды. Бізде has, Mary'де бар деген секілді. 12-ші сұрақ. Арсен has 2. 2 дегеніміз 2 деп аударылады. Демек, бізде көпше түр керек. Бізде көпше зат есім керек. Hair деген болмайды, шаш. To hair деген бізде грамматикалық. To book. Book дегеніміз тек қана бір ғана зат болып тұр. Демек, books. Бізге көпшесі 2 кітаптар. To books деген жауап дұрыс. What are? To be есімізге түсіреміз, guys. Қараңыздар. Are деген қай кезде қолданылатын еді? Бізде тек қана көпшелерде. We, you, theyға қолданылады. Демек, мына жерде жауабы they.
He тек ер адамдарға қолданылады. It жансыз және жан жануарларға қолданылады. Окей? 14-ші сұраққа қарайық. Біз разговаривать, сөйлесу дегеннің бізде қарама-қарсы несін табуымыз керек? Дұрыс жауабын табуымыз керек, яғни сөйлеспе. Бізде бұйрық беру, императив. Eat your breakfast дегеніміз өзіңнің таңғы асыңды іш, же деп. Listen to him, тыңда оны деген секілді. Демек, сөйлеспе дейтін жауап бізде don't talk болады. Окей? 15-ші сұраққа қарай. Бізде сұрақ болып тұр, Can he drive? Ол машина айта алады ма? Can he drive a car? Деген секілді. Демек, жауабы no. Біз ары қарай егер сұрақ canмен басталса, canмен аяқталады. Can or can't. Демек, no, айта алмайды дейтін болсақ, no, he can't болады. He can деген болмайды. Өйткені бізде мына жерде no уже айтып тұр, жоқ деген секілді. Просто can't болмайды. Бізде міндетті түрде кім, ол бала деген жауап болу керек. Демек, жауабы no, he can't болады. Окей? 16-ші сұрақта бізде қараңыздар. Is this your pencil? Glory, no, it isn't. It is. Бұл кімніңкі, бұл сенің карандашың ба деп тұр? Жоқ, бұл оныңкі емес. Бұл кімніңкі дейді? Сэмніңкі дейді. Просто Сэм деген болмайды. Бұл адамның аты. Сэм деген бұл сәмдер, яғни адамның көпше түрі болып саналады, адамдардың. Бізде апостроф деген тақырыпта өтілген, яғни апостроф болатын болса, сол адамға тиесілі екені белгілі болады. Демек, үшінші вариант дұрыс деп отырылады. Окей? 17-ші сұрақта қараңыздар. My name is Job. My демек, мына жерде жауапты менің ағамның есімі Боб деп тұр. Қараймыз. Мына жерде brothers ағалар болып кетеді. Brother просто аға болады, яғни ағамның деген бізге керек. Демек, апострофпен brothers деген жауап дұрыс. 18-ші сұраққа қарайық. Бұл жерде jacket is red. Жауаптар mine, mine, hers. Mine мен hers қолданылмайды, неге өйткені бұлар тек сөйлемнің соңында жүреді. Бізге сөйлемнің басында келетін менің жакетім қызыл деген жауап керек. Демек, бізде оның жауабы my. My jacket is red деп отырылады. Окей? Қолданылады. Келесінде бізде қараңыздар. It's your game. It is, яғни бұл сенің ойының дейді. Демек, бұл сеніңкі деген бізде жауап керек. Your деген просто сен. Mine деген меніңкі. Демек, сеніңкі деген бізде yours. Сөздің соңында келеді. Міндетті түрде, окей? 20-шысында қараңыздар. There are books. Көпше түрде books кітаптар деп тұр, Қайсысы болады? Jane деген просто адамның аты. James деген адам, Jane'дер деп отырылады. Демек, Janes, яғни апостроф S-тің алдында болады бұл, яғни бұлар Джейннің кітаптары деп отырылады. Түсінікті ғой? Шатаспаймыз. 21-ші сұраққа қараймыз. Is it Sarah's watch? Бұл кімнің сағаты? Бұл Сараның сағаты деген секілді. Және бұл оныңкі. Her деген просто оның. Ее. His деген ол его деп отырылады. Орыс тілінде яғни болмайды. Демек, сөздің соңында болған кезде бізде міндетті түрде hers деген қолданылады. Окей? 22-ші сұраққа қарайық. Менің әпкем Mary деп айтылып керек бізде. Mine, me деген болады ма? Жоқ. Mine деген тек сөздің соңында жүреді, me деген маған, Қараңыздар. Демек, менің деген my sister is Mary. Яғни, my деген бізде алдында, сөйлемнің алдында және ортасында келеді. 23-ші сұраққа қарайық. That bag is for Jack. That is Jack дегеніміз бізде бала. Демек, she болмайды. He болмайды. His болады. Түсінікті ғой? Енді сөзге қарайық. Гуляйт, летайт, fly, walk деген болмайды. Buy дегеніміз бізде покупать, бір нәрсені сатып алу деп отырылады. Келесі, beach. Вода дегеніміз water, бәріміз білеміз, water. Солнце, sun. Beach дегеніміз, демек, пляж деген аудармасы дұрыс. Резать болмайды. Класть болмайды. Бізде надежда. Бір нәрсеге үміттену, үміттену деген секілді. Cut, put деген болмайды. Tidy. Tidy дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Учить, обучать болмайды.
Мыть, стирать болмайды, яғни убирать, аккуратный, чистый деп аударылады. Tidy деген мағынасы осылай. This. This дегеніміз қайсы? This is деп айтады ғой бізде. Это деп аударылады. Эти деген көпше болып кетеді. Мына жерде жекеше болып тұр. Тот деген болмайды, иә? Бұл жақын жерде тұрған это. Мынау деп аударылады ғой қазақ тілінде. Дәл солай. Continue. 29. Бізде бұл жерде өзіңіздің мұғаліміңізді 1 мен 5 шкала арасында бағалайсыздар. Түсінікті ғой? Өте жақсы тапсырасыз деген ойдамын, тапсырасыздар деген ойдамын. Сәттілік, сау болыңыздар.